Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен менің ең сүйіп жейтін торттарымның бірі вупи-пайдың рецептісімен бөлісемін. Рецепті 2 түрлі диаметрлі тортқа арнап жазамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Вупи-пай тортының қамырын дайындау үшін ингредиенттерді алдын ала дайындап қойдым. Ол үшін бірінші категориялы жұмыртқа, қант, сапасы жоғары сары май, мен президент майын қолданамын, шоколад, менде Қазақстан шоколады, електен өткізілген ұн, қамыр қопсытқыш және какао. Ең алдымен сары май мен шоколадты микроволновкада немесе водяная баняда ертіп аламыз. Еріген шоколад пен сары майымыз сәл суығанша, жұмыртқа мен қантымызды жақсылап ағарғанша миксерлейміз. Яғни массамыз 2 есе ұлғаюы қажет. Массамыз міне осындай әппақ өзін-өзін ұстайтын масса болуы тиіс. Енді осы жұмыртқалы массамызға еріген шоколад пен майымызды құямыз және жақсылап араластырамыз. Осы массамыз араласқанға дейін біз құрғақ ингредиенттерді дайындап аламыз. Мен алдын ала бір ыдысқа ұнды електен өткізіп, оның үстіне қамыр қопсытқыш және какаоны салып дайындап қойдым. Енді осы шоколадты массамызға алдын ала араласқан ұн, какао және қамыр қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Қамырымызды миксерден кейін лопаткамен бір араластырып алған жөн. Себебі ортасында ұнның қалдықтары қалып қою мүмкін. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазына пісіреміз. Мен қағазды сызбай, осылай форманың көмегімен бортик жасап алдым. Өзіме осылай ыңғайлы. Сіздерде форма болмаса, менікіндей онда сызып алсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 4-ке теңдей бөліп құямыз. Мен сіздерге 2 түрлі әдісті көрсетемін. Бірінші түрі, қамырымызды 4-ке бөлгеннен кейін қасықпен құйып тегістесеңіздер болады. Немесе лопаткамен тегістесеңіздер болады. Ал енді екінші түрі, қамырымызды 4 қалташаға теңдей бөліп, әр қалташаны айналдыра отырып құйып жасау. Дайын болған корждарымызды қызып тұрған 180 градус пеште 10 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей біздің вупи-пайдың корждары дайын болды, өте жұмсақ болып шығады. Толығымен суытамыз, сосын барып кремді дайындап жинаймыз. Вупи-пай тортының кремін дайындаймыз. Ол үшін маған сливочный сыр керек. Менде креметті маскарпоне, қант ұнтағы және клегей 33-35% болуы қажет. Ең алдымен маскарпонені, креметтіні және қант ұнтағын миксерлейміз. Массаны көп миксерлеудің қажеті жоқ, себебі маскарпонеміз іріп кетуі мүмкін. Осы массамызға суық клегейімізді қосып және қоюланғанша миксерлейміз. Дайын болған кремді лопаткамен бір араластырып алған жөн. Сол кезде кремдеріңіз біркелкі және ішіндегі артық ауасы шығады. Мен вупи-пайдың креміне осындай насатканы қолданамын, диаметрі 1,5 см. Дайын болған кремімізді теңдей бөліп аламыз. Әсіресе жаңа үйреніп жүргендер болса, кремді теңдей бөліп алғандарыңыз жөн. Корждарымызды теріс аударып жинаймыз. Себебі тортты кескенде әдемі түзу разрез шығады және біркелкі болып шығады. Ал енді шетінен бастап шариктерді қойып шығамыз және кремді жағып, тегістеп шығамыз.
Соңғы коржды мен бетін жоғары қаратып қоямын, себебі беті сол кезде әдемі шапочка болады. Енді торттың бетіне құятын ганашты дайындаймыз. Ол үшін шоколадымызға ыстық кілегейді құйып ертеміз. Еріген шоколадымызды жақсылап араластырып біркелкі қыламыз. Шамалы ганашымызды суытып, тортымыздың бетіне құямыз. Мен ганашты суытпай құйғандықтан сұйық болды да қатты ағып кетті. Егер ганаштарыңызды суытып құйсаңыздар, әдемі подтеки шығады. Ал енді соңғы штрих, қалауларыңызша жидектермен әдемілеп әрлесеңіздер болады. Ал мен сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.